Енді біздің Тоқаевтың және оның администрациясының біз қазір көріп отырғанымыз әлі де мынау Кремльдің алдында құлдық санасы, мынау вассалдық ой әлі қалып отыр. Олар әлі бір мәселе болса сол Кремльге қарап, Мәскеуге қарап, мынау Мәскеу не дейді, мынау Мәскеу қандай шешім қабылдайды деп соларға алаңдап әрқашанда қарап отыр. Сондықтан біз қазір көріп отырмыз. Ана ЦИК-тің басшысы айтып еді, біз көрпенің астында ешнәрсе жасап жатқан жоқпыз деп. Бірақ біздің қазір көріп отқанымыз, көрпенің астында мына Қазақстанның байлықтарын, Қазақстанның инфраструктуралық активтерін, Қазақстанның стратегиялық активтері қазір Ресейге кетіп жатыр. Біз оны көріп отырмыз. Міне қараңыздар. 23 жылдың ақпан айында, осыдан 1,5-2 ай бұрын, мына уран месторожденияларын, мына уранмен айналысатын предприятиялардың акцияларын Ресейге берді. Беру туралы шешім қабылданды өкіметтен. Оны қазір халық біліп отырған жоқ. Екіншісі, атом электростанциясы салу мәселесін халықтан сұрамай, өздері шешім қабылдап, ол атом электростанциясы салуын Ресейге беріп отыр. Қазір біздің естуімше ол жерде уже площадка дайындап отыр. Үшіншісі, мынау Қазақмыс деген, өздеріңіз білесіздер, мынау металлургия индустрияның гиганты, дүние жүзіндегі ең үлкен жаңағы завод деп айтуға болады. Сол заводты Назарбаевтан тартып алып, енді Ресейге беріп жатқаны оны бәрімізге мәлім. Қазір енді мынау ArcelorMittal Теміртау компаниясын индустриядан тартып алуға ықпал жасап, жаңа қазір прокуратураны жіберіп сол жерге тексеріс сол жерде өткізіліп жатыр. Бір жағынан мүмкін дұрыс шығар, бірақ егер ол ArcelorMittal Теміртау алынатын болса, ол мемлекеттің меншігіне өту керек. Оны қазір тағы да Ресейге берейін деп отыр. Біз енді қазір көріп отырмыз, бір шама источниктерден қазір бізге айтып отырғаны. ТЭЦ-терді, стратегиялық объекттер, ТЭЦ-терді, ГРЭС-терді, кейбір аэропорттарды тағы да Ресей Федерациясына берейін деп отыр. Оны өздеріңіз білесіздер, Орал қаласының аэропортын сол Ресейге беруге ықпал жасаған болады. Егер мынау Ресей, өздеріңіз білесіздер, агрессор, Украинаға қарсы қазір агрессиясын жасап отырған мемлекет, ертең бізге қарсы соғыс ашатын болса, немесе сондай бір агрессия жасайтын болса, инфраструктураның бәрі олардың қолында болады. Біз білеміз, темір жолда, вагонный парк, барлығын жаңа Ресей Федерациясының РЖД-ға беріп қойған. Ал енді қалған объекттерді, аэропорттар олардың қолында болса, ертең біз түк істей алмай қаламыз. Оның бәрі біздің чиновниктердің үндемей, соған бастарын шұлғып, сөйтіп жаңағы соның бәрін беріліп отыр. Сондықтан мен ойлаймын, Ресей бізді қазір үлкен қыспаққа алып, біздің тәуелсіздігімізге, біздің еркіндігімізге, біздің елдігімізге қазір өте үлкен қауіп төніп отыр. Біз соны халық парламент ретінде осы мәселені көтеруіміз керек жан-жақты. Сөйтіп біз, егер біз еліміздің патриоттары болатын болса, біз бұған үндемей қарап отыруға бізге болмайды. Өйткені біздің елдігімізге, біздің тәуелсіздігімізге, біздің жерімізге, біздің тілімізге Ресей тарапынан қазір шапқыншылық басталып жатыр. Енді біздің мынау символ жаңағы гарант дейді ғой, государственности президент, конституцияда жазылған. Президент Тоқаев оған не деп отыр сол мәселеде? Ол айтады, біз орыс тілін қолдайтын халықаралық организация құруымыз керек деп. Мына СНГ бойынша жаңа Петербургта өздеріңіз білесіздер, саммит өтті. Сол саммитте 23 жылды орыс тілі жылы деп өткізейік деп Тоқаев сонда ұсыныспен шықты. Бізде Қазақстанда орыс тілін емес, біздің Қазақстанда өз тіліміз, ана тіліміз, қазақ тілі қазір қорланып жатыр қазіргі таңда. Сондықтан біз өзіміздің тілімізді, қазақ тілін қорғауымыз керек. Қазақ тілін қорғау үшін, соны ары қарай дамыту үшін барлық ықпал жасауымыз керек. Қазір мынау соның барлығының салдарынан кеше мына Петропавл қаласында ана жердегі жаулар өздерінің басын көтеріп отыр. Ана жақтан тағы жау шақырып. Енді бұл біздің тәуелсіздігімізге, мынау біздің егемендігімізге үлкен бір сорақы сондай шабуыл
жасалып отыр. Ертең біздің мынау Қызылжар жері ата-бабаларымыздан келе жатқан, қанша ата-бабаларымыздың қаны төгілген сол жерде. Сол ертең Донбасс болып кетуіне, сөйтіп кетпеуіне кім кепіл бола алады? Ешкім кепіл бола алмайды. Мен ойлаймын, осы Алла бетін ары қарай қаратсын, бірақ мынау Кремльдің келесі мақсаты Украинадан кейін ол Қазақстан. Сондықтан бізде осы жерде отырған, осы халық парламентінің мүшелерінде, осы депутаттарда, мен ойлаймын, қазір үлкен жауапкершілік біздің мойнымызда. Осы мәселені көтеріп, тәуелсіздігімізді жіберіп алмау. Мына биліктен қайыр күтуге болмайды ол мәселеде. Өздеріңіз білесіздер, президент Тоқаевтың семьясы да Мәскеуде, әйелі де, баласы да Ресей азаматтары. Сондықтан мен ойлаймын, Қазақстанның тәуелсіздігі, Қазақстанның жер мәселесі ең басты біздің мойнымызда. Біз халық болып, осы халықтық парламент болып, сол мәселелерді алып керек. Ол үшін тағы да айта кетейін, жаңа біраз ұсыныстар айтылды. Мынау біріншіден біз Конституцияға өзгерістер енгізіп, негізі биліктің барлығын қазақ халқының қолына беруіміз керек. Ол бірінші. Екіншісі, мынау орыс тілін Конституциядан мүлдем алып тастау керек. Бізге Конституцияда қазақ тілінен басқа ешқандай тілдің қажеті жоқ. Ресей Федерациясына объекттерді беру тоқтатылу керек. Өздеріңіз білесіздер, біз 21 жылы бір қатар митинг өткіздік, сол кезде мына екі кетіп қалмасын деп, жаңа Ресейге. Сол тоқтатылды. Бірақ қазір қайтадан айтайын, тағы да басқа объектілер кетіп жатыр. Соны барлығымыз ел болып тоқтатуымыз керек. Мынау солтүстік региондарда қазір уақыт келді. 32 жыл күттік. Мына Петропавлды Қызылжар деп, Павлодарды Сарыарқа деп, сол аттарды өзгертуіміз керек. Уақыт келді. Біз Тоқаевтың диктатурасын тоқтатуымыз керек. Жан-жақты халық болып, ел болып, халықтық парламент болып, осы диктатураны тоқтатып, келешекте бірде-бір президент осы Қазақстанда диктатуралық режимді жасамайтындай жасайық, ағайындар. Рахмет сіздерге.